Ассалаумағалейкум, әріптестер, қонақтар, достар, қалайсыздар? Қазақстан! Россия! Өзбекстан! Қырғызстан! Монголия! Құттықтай, әріптестер, мен қуаныштымын. Мына жерде байқайсыздар, мен Қытайға ең алғаш осы жұмын группта барған кезде барлығы қытайша сөйлейді. Бірде-бір сөз түсінген жоқпын, иә? Бірақ миллиардтың аурасы ұшып жүргенін сезген. Дәл сол аураны мен сол жақта дәл қазір осы жерден сезіндім. Миллиард аура, волна дейміз ғой. Бір волнадамыз, әріптестер. Саламатсыздар ма? Менің есімім Дархан, мен жалпы Орал қаласының тумасымын, қазіргі таңда Алматыда тұрамын. Осы бизнесті бастағаныма бар-жоғы 6 ай болды. Барлығымыз осы бір бизнестің тұшпағын илеп жүргеннен кейін бір құнды ақпарат айтайын сіздерге. Керек болсын, опытымызбен бөлісейік. Менде бірақ таймауыт 5 минут уақыт берді, 5 минутта сыйғызып үлгерейін. Жетпей жатса қалған соңынан айтамыз. Құрметті әріптестер, сіздерді осы ең алғаш шешім қабылдап Жұмын Групп корпорациясына кірген әріптестер, мен сіздерді құттықтаймын, сіздер дұрыс шешім қабылдадыңыздар. Және де бүгін, дәл бүгін, осы Жұмын Групп корпорациясы туралы толыққанды ақпарат алып кетейін, өз көзіммен көрейін деген қонақтарға да айтамын, сіздер де дұрыс шешім қабылдадыңыздар. Өйткені Жұмын Групп корпорациясы 33 жылдың ішінде ешік корпорация, өйткені ғасырлық, 3 ғасырлық, 4,5 ғасырлық компанияны түбегейлі сатып алған. Сол үшін бұл Жұмын Групп корпорация үлкен корпорация қазіргі таңда. Мен сіздерге айтайын, бұл бизнесті бір күн жұма күні тыңдап, суббота күні мен Қытай қаласына ұшып кеттім, өйткені компанияның миссиясы дейміз ғой, компанияның өзінің жалпы құрылуы, маркетинг жүйесі ұнағанын көзімізбен көрейік. Содан кейін барып, Қазақстанға алып келейік деп барып тексеруге барғанбыз. Сол кезде біз түсіндік, Жұмын Групп корпорациясының маркетинг жүйесі, осы Қазақстанда қанша маркетинг жүйесі бар, сол маркетинг жүйесінің алдын жет орап кетеді. Маған сеніңіздер. Неге? Өйткені 10 жылда бір Қазақстанға өзгеріс алып келген маркетинг жүйесі. 10 жылда бір, әріптестер. Неге? Өйткені мен қаншама таныстарым бар. Бір жылда 4 проект ауыстырдым. Бір жылда. Мен 4 жыл бойы Жұмын Группты күттім, білесіздер ме? 4 жыл бойы. Шақырған жерден қалмайым. Барам да тыңдайым, өйткені өзін әдем айтам. Дархан, отказ беріп всегда келесің, бар да тыңда. 4 жыл бойы тек қана Жұмын Групп корпорациясын күттім, әріптестер. Дәл осылай сіздерді күтіп жүрсіздер, қаншама проект іздеп жүрсіздер осы уақытқа дейін. Сол жобаларыңыз келді. 2 адам шақырғаннан, 2 мемлекет шақырғаннан қарамол бет болмайтын проект. То есть абырой беретін бизнесті. Сондықтан мен сіздерге айтайын, абыроймен, сенімді түрде, бір сөзбен айтқан кезде ағайын, туысқан, бауырыңда, қайын жұртын шақырсаң да, ел жұрттың алдында абыройлы боласың. Сондықтан осы жүйемен танысқан әріптестер сіздер құттықтаймын. Айтатын ойым көп, сіздерге қарап мен ойымнан жаңылып болдым ішінде керек. Қуаныштымын сіздер. Жүздеріңіз жарқырап тұр. Алла қадамдарыңа нұр жаусын, берекет берсін. Әрдайым айтамын мен, егер Тоқтар Әубәкіров әкесіне ұқсағысы келсе, ол космосқа ұшпас еді. Рас айтамын. Юрий Гагарин әкесіне ұқсағысы келсе, ол кісі космосқа ұшпас еді. Сіздер де қазір өз орталарыңызда, өз семьяларыңызда, өз ағайын туысқандарың арасында космосқа ұшатын, миллион емес, миллиардтап табыс табатын жобаға келісіптіңіздер. Сондықтан алғаш рет отбасыларыңыздан миллионер шығатын сіздер, әріптестер, достар. Мен сіздерге айтайын, өзім дегенде өгіздей күшім бар дейді. Өзім дегенде өгіздей күшім бар дейді. Мен алғаш бастаған кезде, шыны керек, 12 әйел адам бар, жалғыз еркек дейді ғой. Бүкіл бидайдың ішінде жалғыз арпа болды, мен бар, білмеймін. Неге өйткен осы маркетинг жүйесін көруім керек болды. Сол кезде спонсорларымыз осы маркетинг жүйесін талдап берген кезде біз басқаша шешім қабылдағанбыз. Бірақ мен сол кезде ХБ өлкесінде бұл бизнес менікі.
деп шешім қабылдаған. Сондықтан мен әрдайым айтамын, өзім дегенде өгіздей күшім бар. Иә? Сіздер осы бизнеске біреуді шақырасыздар, сізді біреу сыртынан жамандауы мүмкін, біреу сізді наблюдать етуі мүмкін. Алғаш рет осы бизнеске 10 адам шақырғанда 8 адам кірген, біреусі ақша іздеді, біреусі мені наблюдать етті, осы Дархан қаншалықты жетістікке жетеді екен, осы до конца көрейінші. Дәл сол секілді сіздерді шақырған адамдарыңыз көп қазіргі таңда. Сондықтан ол адамдарға сіздер міндетті түрде осы бизнестің тиімді екенін көрсете біліңіздер. Иә? Осы бизнесті бастаған кезде егер біреулер ренжітіп қойып жатсаңыздар, біреулер сіздер көңілдеріңіз қалып қалып жатса, түсіндіріп айтыңыздар, ол жұмыс барысы. Иә? Сондықтан әрдайым мынандай сөз бар. Сен жоқ жерде сенің атың адалсын дейді. Сені сөзбен біраз жерге апарсын. Бұл өмірде өкпелетсін, өсектесін, жамандасын, кешірімі кеңдігіне қақалсын дейді. Сондықтан әріптестер, өткен кеткен партнерлар болса, достар болса, міндетті түрде осы жобаға шақырып қарқынды түрде кірісіңіздер. Бизнес өзімдікі деген адамның бизнесі жүреді. 6 айдың ішінде. Трехкомнатный квартираларыңызды за наличка, автосалондар машиналарыңызды аласыздар. Кредитсіз, қарызсыз достар. Керек па? Енді қараңыздар. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да 60%-ға шығасыздар. Өйткені бізде бүкіл товарооборот накопитель. Уақытқа шектеу қоймаған. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да 30% дәрежеге шығасыздар. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да заместитель орынбасар боласыздар. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да директор боласыздар. Маркетинг сол мүмкіндікті берген. Сондықтан айтам, бизнес кімдікі? Қайталап айтам, бизнес